Сәлем достар, бүгін мен сіздерге үйдегі бар затпен жасалатын өте қарапайым печеньелер жасап көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Бір жұмыртқаға сұйық май құямыз, қант саламыз, жақсылап үшеуін араластырамыз. Үстінен ұн саламыз, қопсытқыш, яғни разрыхлитель салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды бірнеше бөліктерге бөліп, дөңгелетіп, печеньелердің формасын жасаймыз. Әсемдік үшін және тәтті болу үшін бетін осылай қантқа батырып аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 8-10 минут пісіреміз. Осымен печеньелер дайын болды. Хрустящий болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де видео ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Қош сау болыңыздар.